Әкем істен шыққан көліктен түсініксіз іздерді тапқанын айтпап бет. Егер ол қаскөйлердің қылмыстық әрекетін ашқан болса ше? Сараптама қорытындысы тек Бурунг Моторстан шыққан көліктердің қауіпсіз екендігін дәлелдеді. Жақында жұрт тек Бурунг Моторстың көлігін айдайтын болады. Меніңше көліктеріміздің жаңа үлгісін шығаратын тамаша сәт туған сияқты. Дайынсың ба, Дилак? Дилак! Әйя мырзам, әлбетте, автобустың шаруасын тындырып қойдым. Жоқ, ешкім байқаған жоқ. Артымнан із қалдырған жоқпын. Әй, тоқта, қайда кетіп барасың, жүргізуші мен ғой. Шұғыл жаңалық. Балалар отырған мектеп автобусы басқарусыз қалып, жоғарғы жылдамдықпен қала орталығына кетіп барады. Бұл мектептің автобусы ғой. Тобы Дуайт, қауіпсіздік жастығын шығар! Мені ызагернеп барады. Қауіпсіздік күмән тудыратын компьютер бағдарламасына көлікті басқартқаны қалай? Егер Бурунг Моторстың көліктері қауіпсіз болса, онда балаларымызды неге сол көлікке отырғызбай? Дұрыс болды. Енді қала тұрғындары менің көліктерімді талап етсін. Доли, сыртта апаң тұр. Сен іздеп жүр. Жоқ деп айта салшы. Ей, тоқтай тұр. Әкем жайлы біліп қоюы мүмкін. Доли, бұл саған ойын емес. Райан, қиындыққа тап болдық. Барк ханымның көлігі басқарудан шыққан сияқты. Не болғанын білмеймін, бәрі аяқ астынан болды. Мені мазақ етіп тұрсыңдар ма? Кім сендерге тобы тексті бөлшектеп таста деді? Олай деме, Райан. Мен саған сенемін. Сенің қолыңнан келеді. Өзіңе сенуің керек. Сенің бәсеңдеткішің менде қалып қойыпты. Дөңгелегімде бір ақау барын сезгем. Сенің қолыңнан келеді. Сана анықталды. Жолдан кет, тұрғай. Маған қарсы шығуға кімнің дәті бар екен? А? Әлгі роботтарды кімнің және не мақсатпен жасағанын анықтайтын бол. Бұл не екен? Айғақ болар. Робот. Төтенше жағдай бола қалса, егер бізде көмектесеміз. Қауіп қатер төне қалса, егер де сізге таянбыз. Бізде күш бар, бізде кілт бар, тоботтарға айналатын машина бар. Алға тоботтар! Алға тоботтар! Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Күш бар. Тоботтарға айналатын машина бар. Тоботтар! Бізде күш бар. Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Дұрыс жолақ, бұрыс жолақ. Жақсы, қане тағы бір қарап шығайын. Сен ана кітапты түгел оқып шықпақсың ба? Қане балалар, аздап жүрек жалғап алыңдар. Дәмді сияқты. Мұнда не қып жүрсің? Мен сені аспазшылардың телеордасына қатысып жатқан болар десем. Сұрамай-ақ қой. Басқа балаларға нұсқау беріп, қол ұшын созып жатқанымды телеарна төрешілері мүлде ұнатпаған сияқты. Әй, қойшы, сол сыйлықты алмай-ақ қояйын. Додаға қатысып жатқан балалар тағамның дәмін дұрыс ажырата білмей тұрғанда, сол бағдарламаны кім көреді дейсің? Әлгі қазылар алқасындағылардың өзі аспазшы емес болу керек. Қате, X-чібін тексеріп қайта енгізіңіз. Кімнің қанша білетінін көрсетіп жатыр. Солай ма? Онысы жақсы болды. Енді бұл істі бір жақты еткенше сендерге көмектесетін болдым. Мықты деген механиктің өзі тіпті сенің әкең де оның жауабын таба алған жоқ. Енді жұрт жаппай Бурунг Моторстың жаңа көліктерін сатып алатын шығар. Себебі олар қауіпсіз ғой. Жарнаманы көрген боларсыңдар. X-чібі анықталды. Жарайсың. Мәссаған, бұны жөндей алмас деп ойлап ем. Жүйе жаңартылып жатыр. Істегенін қайта жүктеген соң білеміз. Істеп кетеді. Ол жүктелгенше мынадан жей отырсаңшы. Рахмет, Доли. Кори.
Қап, ренжімеші. Арнайы жеткізілім. Тоқтаңыз, тапсырған затыңыз жеткізілді. Енді ақысын төлеңіз. Мына қорап бұзылған екен. Біреудің ашқан қорабына неге төлеуің керек? Жаңа ғана бүп-бүтін болатын. Ендеше мынаны қалай айтуға болады, а? Қазір бастығыңа қоңырау шалам. Ей, мырза, тоқтай тұрыңыз. Дилак! Тағы олақтық таныттың. Құрылғыға ие бола алмай жоғалтыпсың. Істеп жатқан шаруаң болса таста да бірден жаңа тапсырмаға көш. Істі аяғына жеткізбейтін болсаң шаруаң бітеді. Иә. Және бұл хабарлама қазір өздігінен жойылу керек. Файлдарды көшіру аяқталды. Жаңа жүйе қазір тобот X-тің жетілдірілген физикалық нысанын өңдейді. Басқарудан шыққан тағы бір көлік жайлы мәлімет түсті. Ештеңе етпейді. Сенің жұмысыңды роботтар атқарып жатыр. Тағы да. Бәрі келді. X, өзің келе бересің бе? Иху, бері кел. Рай, қара фургонды көрдім. Иә, бәрі түсінікті. Дереу соңынан түс. Оны қыспаққа алдым. Оны көзіңнен таса қылма. Біз жолдамыз. Жақсы. Роботтардың бірі осында келді. Жақсы, оны кім жасаса о жасасын. Оның көзін құрт. Иә, мырза. Дұрыс, жақынырақ кел. Райан! Ей, уай! X-тің не көріп тұрғанын көрсетші. Бейне анықталуда. Сен оны дұрыс жасағаныңа сенімсің бе? Бұл тұзақ, жақындаушы болма. Сол керек. Біз отбасың мен достарыңды қорғауға уәде бердік. Бірақ сен маған дос емессің, солай ма? Сен менің досым болмасаң, мен неге сені қорғауым керек? Мынасы несі? Ей! X! X! Бұған мен кінәлімін. Теріс, жүктелу аяқталды. Кілтті салып қайта жүкте. Сен мені бір сапта аяқысты қозғалтқыш майын ала салып, әңгімеге кіріседі екен деп қалдың ба? Солай ма? Роботтар көзделді. Құртуға дайынмын. Аяушылық жоқ екен өзіңде. Бұл неғып кептеліп қалды. Кірді-ау әйтеуір. Аздаған кідірістен кейін қайта жүктеледі. Аздаған кідіріс пе? Жоқ, жақындама. Күш көрсету дұрыс емес. Бойыңды ашу ұза кердеп тұрған сезем. Ештеңе айтқың келмей ме? Тобот X, екінші деңгейге өткізілу. Протонды зарядтағыш. Дауыс сайман жаңартылды. О, неткен көзқарас? Жасыл қуатты соққы. Шеберге қауіп төніп тұр, тапсырманың маңыздылығы.
тарту, шеберді құтқару. А? Қайда кетіп қалған? Шебер құтқарылды. Не? Тоқта, сенің зәрең ұшып кетті ме? Сен пайдасыз темір терсексің. Дилан, радио неге өшіп тұр? Шаруаны тындырдың ба? Иә, мырза. Иә, әрине, мырза. Шаруаны тындырдым. Құрып кеткір. Сенің кіргеніңді байқамай қалыппын. Көңілсізсің ғой. Бір қиындыққа тап болған сияқтысың. Онда сенің шаруаң болмасын. Мен кінәлі емеспін. Сен ешқашан кінәлі болған емессің. Барлақтырғаның осы ма? Қазір. О, жаман емес. Осылай лақтыру керек. Доғар! Мынау іске жарап қалар. Бақылаудан шығып кеткен көліктер санының өсуіне байланысты билік өкілдері өздігінен басқарылатын көліктердің бір қатарына шек қоймақшы. Алайда халыққа бір жолы. Неге мен? Айтқанды істе. Алайда, егер ағып кетсе, көшеге жайылады ғой. Естен кетпес оқиға болады. Ондайды көрген жұрттың назары міндетті түрде жол қауіпсіздігінде болады. Иә, ол жақсы ғой, алайда. Жеркеншек болсаң, көзіңе балмұздақ таситын көлікті елестет. Мақұл, жақсы, балмұздақ. Тәп-тәтті шоколадты балмұздақ. Иә, шынын айтсам, таң қалып тұрмын. Дәл әкең жасағандай болып шығыпты. Иә, иксте қол ұшын берді. Апам көлігін кішкентай балақай жөндеді деп ойламас. Әкемнің ол кітапты қалай жазғаны есіңде ме? Манадан бері қайда жүрдің? Бүкіл жұмысты байғұс Райың бір өзі істеді. Оған менің көмегімнің қажеті шамал сияқты. Мен азық түлік алуға барып қайттым. Жиһаздың қуысынан тауып алған ақшаны не болса соған жұмсағанша пайдалы іс істесең қайтер еді. Әкем олай етуіңе жол бермес еді. Не? Мен де істеп жүрмін ғой. Аузыңның қимылдағанын айтып тұрсың ба? Басты нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Әкеміздің жоғалғанына 2 апта болды. Және оны өзіміз табамыз деп өзің айттың. Иә. Көлік жөндегеніңнің әкемізді табуға көмегі тие ме? Сен түк те түсінбедің. Әкем көліктерді тексере келе бір шикіліктің барын аңғарған сияқты. Түсінесің бе? Оның тапқан нәрсесі Долидің көлігінен де табылуы мүмкін. Қалай ұқпайсың? Істе, менің де өз болжамым бар. Басыңдағы әкемнің қалпағы емес пе? Өзіңді ерекше ақылдымын деп тұрсың ба? Жоқ әлде ересектің рөлін сомдамақшысың ғой, иә? Дереу сөзіңді қайтарып ал. Ешқашан. Тоқтаңдар, сабыр етіңдер, балалар. Одан да аздап үзіліс жариялап, теледидарда не болып жатқанын көрейікші. Соңғы жаңалықта бағдарламаны үзіп шұғыл жаңалықпен хабардар етпекпіз. Үлкен жүк көлігі 7-ші авенюдің бойымен теңселіп кетіп барады. Бізге жеткен мәліметтерге сәйкес ол кәріз қалдықтарын жинайтын көлігі Мен салық төлеп отырмын. Жоғарыдағылар мына көліктердің жағдайына неге көңіл бөлмейді? Енді кәріз суын жинайтын көлік бақылаудан шығып кетті ме? Сұмдық-ай, алдыңғы дөңгелек шығып кетер ме екен? Райан, көл. Ал іске кірісіңдер үйдің басшылары. Егер әкелерің табылып жатса хабарласыңдар. Сен бар. Сенің ел жұрттың көзіне түскің келеді ғой. Қане екеуінде доғарыңдар енді. Сендердің ойларың ана көліктен де сасық болғаны ма? Осындай көмекке зәру кезде әлгі роботтар қайда жүр? Олар неғып көмекке келмей? Бұл осымен аяқталған жоқ. Келмей ме? Рахмет. Балмұздақ таситын көлік. Тек балмұздақ таситын көлік. Оған өте жақын жүрмейік. Сен менің бастығым емессің. Уай, тезірек жүр. Немене? Байқа!
өзі. Көзіңе қарасаңшы. Қап, алдыңғы әйнектің бәрін бүлдірді. Балмыздақ тойла, Дилак. Өздеріңіз көріп отырғандай бақылаудан шыққан көліктің өзіне бәрі де зардап шегуде. Көліктен аққан кәріз қалдықтары жан-жаққа шашырап, айналы, тұра тұрыңыздар. Апыра, енді не болар екен? Қайда атақты қаһарман робот дер кезінде келіп, көлікті тоқтатуға тырысуда. Райан, құбыр шегі босап кетіпті. Лас су жайылуы мүмкін. Түскі ашышпегенім қандай жақсы болды. Егер Икс оның алдын алмаса, айналаның бәрі ластанады. Тыңда, Икс, протондарыңды іске қос тез. Протон зарядтаушы. Құбыршектің темір арқауын қысып тұрып дәнекерле. Үлкен қатер төніп тұр. Райан, көлік цистернасын жоғалтуы мүмкін. Не? Сынған жері тура жанармай багының үстінде орналасып тұр. Оны дәнекерлеу керек. Кори, өтінем, Уайдың ана көліктің қасына жақындауын сұрашы. Саған бұйрық тұрған жоқпын. Уай, ана көлікке жақында. Жақсы, түсіндім. Мінеки, ал. Сараңдық танытқаным үшін кешірші. Сен де мені кешір, жарай ма? Эй, Икс, ұстай аласың ба? Әрине, мықтап ұстап тұрмын. Мынау не тағы? Икс, ана көлікті тоқтат! Анаған Керемет! Ай, бәрекелді. Олардың біздің құтқаратынын біліп ем. Рас айтып тұрмын, мен оны өз көзіммен көрдім. Көліктің астынан бір түсініксіз бірдеңені көрдім. Өзі қозғалады екен. Оны қолға түсіру керек. Тезірек. Ондай затты кім қолдануы мүмкін? Мен қайдан білейін? Сандырақ болып көрінсе де, оны робот техникасының шебері жасады деп ойлаймын. Шебер демекші, Лимо есімді біреуді танымайсың ба? Кім? Мынаны, сен әкемнің жазған кітабын оқып түсінуге тырысып жатыр ең ғой. Алайда оны бірлесіп жазған адамнан артық кім түсінеді деп ойлайсың? Мені бір ой мазалайды. Алдыңғы күні бізге құрылыс алаңында шабуыл жасаған робот есіңде ме? Ол біздің тоботтарға қатты ұқсайды. Әкеміз секілді робот жасай алатын біреу болса, ол сөзсіз жаңа адам. Лимо жайлы біраз ақпарат жинадым. Сөйтсем, оның хабарсыз кеткеніне 6 жылдай бопты. Тоқтай тұр, Кори. Сонда бұл істің артында осы адамның тұруы мүмкін дегенің бе? Әкеміздің достарының бірі ме? Осылай боларын біліп ем. Төгілмесе де иісі мүңкіп тұр. Қара жұмысты ұнатпаймын. Келе ғой, бері кішкене қоңыз. Бері шақ ойнаймыз. Іші толған балмыздақ қой. Иә, солай. Қаламыздың қаһарман қос роботы елеусіз қалған жоқ. Қала әкімі қос батыр роботтың құрметіне бүгінгі күнді Жетер! Бұл жоспарда жоқ болатын. Олар қалада тек Бурунг Моторстың көліктері жүретін болсын деп айтуы керек еді. Дилак, сен қолынан түк келмейтін арам тамақ екенсің. Тағы да көңілімді қалдырдың. Мына қалпақ таныс сияқты. Бұл Фрэнклиндікі ғой. Дилак, мынаны ал, мұқабасын мұқият қарап шық. Суретте менің қасымда тұрған адамның мекен жайын анықта. Оның есімі Фрэнклин Чар. Егер қателеспесем, ол қазір біздің қоймада отыр. Не? Міне, қолыңызды таптым. Алло, үйде біреу бар ма? Бұл әкем бе? Райан, Кори. Мен қайда отырғанымды білмеймін.
Менде андағы құрылғыға қосылған қадағалау аспабы бар. Сол арқылы жол сілтеймін. Жақсы, сонда болыңыз, әке. Мінекей кіріңіз мырза. Сіздің келетініңізді білгенімде тазалап қояр едім. Өзіңді көрмегелі көп болды, серіктес. Бұл бір қызық жағдай болды. Әне, мен оларды көріп тұрмын. Соңымыздан келеді. Полиция ма? Бәрі бітті. Сендердің берілгендерін дұрыс деп ойлаймын. Ойын ойнайтын сәт туды. Сен ойыншық жасап жүргеніңде мен сенен бір қадам алда болдым. Басқару жүйесімен айналыстым. Полиция көліктері енді менің қолымда. Немене?